Biz 21450 әскери бөлімшесінің жас сарбаздары бүгін атыс алаңына атыстан даярлау сабағына келдік. Өмірімізде бірінші рет қару ұстап атысқа түстік. Қобалжу да болды, қорқу да болды. Бірақ біз бәрін жеңіп, жақсы нәтижелерге жеттік. Атында келе жатқан інілеріне айтарым, әскерге келіңдер. Бұл жерді бала тәртіпті. Жас сарбаздар жеке құрамымен атыс алаңында 4-ші бақылау ату жаттығуына арналған алдын ала жаттығулар өткізілуде. Сарбаздарға теориялық сабақтар өткізілді. Қазіргі таңда сарбаздардың бірінші атысы нәтижелері жаман емес. Сарбаздардың бойында қобалжу бар, бірақ қобалжуларын жеңіп, қойылған тапсырмаларды орындауда.